Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын өзбекский кимчим дайындап көрсем. Ол үшін бізге пекин капустасы керек. Мен бұл жердегі жарты бөлігін ғана қолданамын, қалғанын алып қойдым. Енді біз ортасын осылай бөліп алған соң өзегі деп аталады. Өзегін жақсылап алып тастайсыздар. Және де тағы да ортасынан бөліп, өзімізге керекті мөлшерде төрт бұрыштап турап шығасыздар. Егер видеодағыдай қылып та турасаңыздар болады, өте жегенге де ыңғайлы, әрі араластырғанға да оңай. Осылай турап үлкен ыдысымызға салып аламыз. Мен бұл жерде бір ғана ас қасық қостым. Сол жеткілікті, жақсылап тұзын салып, араластырып, 3-4 сағатқа үстін жауып қойып қоясыздар. Үстіне міндетті түрде банка қойсаңыздар болады, өйткені кішкене салмақпен басып тұру керек. Біздің 3 сағатымыз өтті, енді қазір көреміз. Міне осылай тәрелкесін ашып, сіздерге қалай болғанын, қаншалықты су шыққанын барлығын көрсетіп жатырмын. Бұл жерде енді барлығын осылай қолымызбен суының бәрін сығып аламыз. Мен бұл жерде ешқандай да су қосқан жоқпын. Капустаның өзінің суы шықты. Барлығын сығып басқа ыдысқа саламыз. Осылай жақсылап сығып алыңыздар. Және де менде қысқа осылай жапқан банкім бар еді. Соны ашып, осылай жағып шықтым. Бұл өте ащы. Қазір мен сіздерге описание бөліміне рецептін қалдырамын. Міндетті түрде солай жасап көріңіздер. Мен бұл жерде ащы бұрыш, чеснок, тұз, сұйық майды қосып, блендермен осылай майдалап езіп алдым. Соны чимчим капустама қостым. Өте дәмді болып шықты, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай рецепт. Міне біздің чимчим салатымыз уже дайын. Енді осыны холодильникке бір күнге қалдырамыз, немесе сразу жей берсеңіздер де болады. Мен бір күннен кейінгі видеосы осылай әдемі сочный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркелуді ұмытпаңыз.